Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаратылыстану математика бағыты геометрия 11 класс пирамида және оның элементтері, пирамида бетінің ауданы тақырыбындағы есептерді шығарамыз. 69 есепте дұрыс 6 бұрышты пирамида табанының қабырғасы 10 сантиметрге тең, ал апофемасы 8 сантиметрге тең. Пирамиданың толық бетінің ауданын тап дейді. S толық бетінің ауданын табу үшін біздер S бүйір бетінің ауданын табанның ауданына қосамыз. Енді табанның ауданын табу үшін дұрыс 6 бұрыштың ауданын табатын формуланы пайдаланамыз. А квадрат 3 түбірасты 3 бөлінген 2, яғни формуласын қолданып табанның ауданын табамыз. А 10 сантиметрге тең, олай болатын болса 10-ның квадраты көбейтілген 3 түбірасты 3 бөлінген 2 тең болады 100 көбейтілген 3 түбірасты 3 бөлінген 2, 100 бен 2-ні қысқартатын болсақ 50 тең болады 150 түбірасты 3 сантиметр квадрат. Яғни табанның ауданын таптық. Біздерге тағыда СК апофемасы беріліп тұр. Енді осы апофеманы пайдалана отырып, біздер бүйір бетінің ауданын табамыз. С бүйір бетінің ауданын табу үшін 2-ден 1 П, яғни П дегеніміз табанның периметрінің жартысы. Жалпы табанның периметрінің жартысын біздер апофемаға көбейтеміз. Бізде табанның қабырғаларының ұзындықтары 10 сантиметрге тең болғандықтан, бізде 6 бұрыш болғандықтан 6 қабырға, сонда 2-ден 1 көбейту 10 көбейтілген 6, апофемамыз есептің шарты бойынша 8-ге тең. 10 мен 2-ні 2-ге қысқартатын болсақ, 30, 5-ті 6-ға көбейтсем 30, 18-ге көбейтсем 240. Енді толық бетінің ауданын табу үшін S бүйір бетінің ауданын табанның ауданына қоса қоямыз. S бүйір бетінің ауданы 150, табанның ауданы 150 түбірасты 3-ке тең, ал бүйір бетінің ауданы 240 сантиметр квадратқа тең. Сонда біздің жауабымыз толық бетінің ауданы осыған тең екен. 70-ші есеп бойынша пирамиданың 4 метрге тең биіктігі оның бір бүйір қырымен беттеседі. Егер пирамиданың табаны қабырғасы 3 метрге тең шаршы болатын болса, толық бетінің ауданын тап дейді. Біздерде табаны 3 метрге тең шаршы берілген және биіктігі SP бүйір қырымен беттескен, ол 4 сантиметрге тең. Енді бізге толық бетінің ауданын табу керек. Толық бетінің ауданы, яғни S бүйір бетінің ауданына S табанының ауданын қосамыз. Енді S табанының ауданын табайық. S табанының ауданы, табаны квадрат болғаннан кейін, А квадрат, бұл 3-тің квадраты тең болады 9 сантиметр, метр квадрат. Метрмен беріліп тұрған. Метр квадрат. Яғни табанның ауданын таптық. Енді S бүйір бетінің ауданын табу үшін біздер енді бұл жерде биіктігі бір бүйір қырымен беттескендіктен біздер мына жерде бүйір жақтарының аудандарының қосындысына тең болатынын жазайық. S бүйір беті S A S V жағы, A S V жағы және S V S өзара тең. Олай болатын болса, бір жағының ауданын тауып, 2-ге көбейтіп қосатын болсақ, яғни бізде 2 жағының ауданы шығады. Қосылған. Екінші S A S D жағының ауданы Сол сияқты DS-ның да ауданы осы жақтың ауданына
тең. Сондықтан оны тағы да 2-ке көбейтеміз. Енді жеке-жеке жақтарының аудандарын табайық. САСВ жағының ауданын табу үшін тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табатын формуланы қолданамыз. Бұл жерде АСВ-мыз тікбұрышты үшбұрыш, катеттері 4 және 3-ке тең. 4-ті 3-ке көбейтіп 2-ке бөлсек, яғни мына жағының ауданы шығады. 12, 12-нің жартысы 6 метр квадрат. Бізде екінші СВС жағымызда 6 метр квадратқа тең. Енді біздер САСД жағының, енді САД дейміз ғой, САД жағының ауданын табатын болсақ, бұл жерде енді АС-іміз квадрат, яғни квадрат болғандықтан адыға перпендикуляр болады. Олай болатын болса, бұл жерде тағы да САД тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Сонда бұл тікбұрышты үшбұрыштан біздерде енді АС-іміз белгісіз ғой бұл жерде. Біз АС-ті мына тікбұрышты үшбұрыштан тауып аламыз. Бірінші АСВ-дан. Ол 4-тің квадраты қосылған 3-тің квадратына. 16, 16-ға 9-ды қоссам 25. АС-іміз 5-ке тең. Так, ады белгілі, олай болатын болса, мына САД жағының ауданын таба қоямыз. 5-ті 3-ке көбейтем, 2-ке бөлем. 15, 15 2-ке бөлсем, 7,5 метр квадрат. Бұндай жақ тағы да біреуі бар. Екінші СДС жағда осы 7,5-ке тең. Енді толық бетінің ауданын табамыз. Жаңа 2 көбейтілген 6 қосылған 2 көбейтілген 7,5 және қосу табанынше 9 метр квадрат. 12, мынау 15, 27, 27-ге 9 қоссам 36 метр квадрат. Жауабы 36 метр квадратқа тең. Есептің пункті бойынша қабырғасы 2 түбірасты 3 метрге тең қабырғалы үшбұрыш табаны. Оның толық бетінің ауданы тап дейді. Оның биіктігі осы 4-ке тең, яғни бір бүйір қабырғасымен бұл беттесіп тұр. Тек табанындағы үшбұрыш, ол дұрыс үшбұрыш, яғни тең қабырғалы үшбұрыш. Қабырғасы 2 түбірас 3-ке тең. Енді осыны пайдаланып, толық бетінің ауданын табуымыз керек. Толық бетінің ауданын табу үшін С бүйірі бетінің ауданына С табанының ауданын қосамыз. Енді біздерде мұнау тең қабырғалы үшбұрыштың ауданын табатын формуланы пайдаланамыз. Бұл жерде бізде А 2 түбірасты 3-ке тең. Сонда 2 түбірасты 3-тің квадраты көбейтілген түбірасты 3 бөлінген 4. Мына 2 түбірасты 3-ті 2 түбірасты 3-ке көбейтесін болсам, 4, 12 болады. 12 түбірасты 3 бөлінген 4, бұл 4 пен 12-ні қысқартсақ, мынаған 3-тен келеді. 3 түбірасты 3-ке тең, сантиметр квадрат. Енді бүйір бетінің ауданын табуымыз керек. С бүйір бетінің ауданы. Тағы да тікбұрышты үшбұрыштарды пайдалана отырып, біздер жақтарының ауданын табамыз. Бұл жерде мынау 2 түбірасты 3-ке тең. Тағы да СВА жағы мен СВС жағы өзара тең. Себебі мына биіктік ортақ екеуіне. Сонда СВА жағы осында екеу, 2-ке көбейте қоям табам. Қосылған
S, А, С жағы. Не? Осы жақтардың аудандарын тауып қоссақ, бізде бүйір бетінің ауданы шығады. Енді С, В, А жағының ауданын табу үшін бізде жаңағыдай тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табатын формуланы қолданамыз. Яғни катеттерін көбейтіп, 2-ке бөлсек тікбұрышты үшбұрыштың ауданы шығады. 4 көбейтілген 2 түбірасты 3 бөлінген 2 тең болады. 2 мен 2 қысқартса, 4 мен 2-ні 2-ке қысқартсақ, 4 түбірасты 3-ке тең. Енді С, А, С жағының ауданын табуымыз керек. Енді бұл жерде А, С бұл тең бүйірлі үшбұрыш. Тең бүйірлі үшбұрыш. Енді осының биіктігін түсіретін болсақ, биіктігін тауып алсақ, ауданын таба аламыз. Сонда бізде мына жерде К десек, АК 2 түбірасты 3-тің жартысы. 2 түбірасты. Ал енді S-аны табу үшін S-аның квадраты, бұл біз мына тағда SVA тікбұрыш үшбұрышынан SA қабырға гипотенузасын тауып аламыз. Сонда 4-тің квадраты жазайық, немен жазайық? SV-ның квадраты қосылған VA-ның квадратына. Сонда SV 4-тің квадраты қосылған 2 түбірасты 3-тің квадраты. Бұл болады 16 қосылған 12 тең болады 28-ге. Осыдан SA-мыз неге тең? 28-ден түбір табамын. Бұны 4 көбейту 7 деп жазуға болады. Сонда 2 түбірасты 7-ге тең. Сонда біздің мына гипотенузамыз 2 түбірасты 7-ге тең. Сонда біздің тең бүйірлі үшбұрышымыздың бүйір қабырғалары 2 түбірасты 7-ге тең. Енді осыдан SK-ны табамыз. SK. Так. Мынаны тұра тұрайық. Сонда SK-ның квадраты неге тең? SA-ның квадратынан азайтамын AK-ның квадратын. Мына жерде К көрінбей қалып тұр енді. Мына жерде К деген нүкте. 2 түбірасты 7-нің квадратынан аламын AK-ның квадраты, яғни мына жерде қысқартпаппыз. Қысқартайық. Түбірасты 3. Түбірасты 3-тің квадратын. Сонда түбірасты 3-тің квадраты 3-ке тең болады 25-ке. Осыдан SK-мыз 5-ке тең. 25-тен түбір табатын болсақ 5-ке тең. SK-мыз, яғни биіктігі, мұны S, A, S тең бүйірлі үшбұрыштың SK дегеніміз, ол биіктігі 5-ке тең. Так, AS-ның ауданын табу үшін табанын биіктігіне көбейтіп 2-ке бөле қоямыз. Табаны 2 түбірасты 3 көбейтілген 5 бөлінген 2. Қысқартамыз. 5 түбірасты 3-ке тең. S бүйір беті AS-ның ауданы 5 түбірасты 3-ке тең болды. Мынауымыз 4 түбірасты 3, 12-ке көбейтсек 8 түбірасты 3-ке тең болды. Так, табанының ауданы 3 түбірасты 3-ке тең болды. Тең болады 13, 16 түбірасты 3 сантиметр квадрат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.